Аллаху акбар. Ана көбі бірінен-бірі сұрап жатады осы әлеуметтік желіде. Зираттың қасынан өткенде Құран оқу керек пе, оқымау керек пе деп. Құран емес дұға. Әрине оқу керек. Бет сипау керек пе дейді, сипау керек. Жай ғана сипамау керек. Өтіп бара жатқаннан кейін Аллахым мына марқұмдардың күнәлары болса кешіріп, жандарын жәннаттағылар деп. Содан кейін өзінікіне қосу керек. Марқұм олған әке шешемнің жақын туған туыстарым бәрін күнәларын кешірер Аллахым деп. Әр өткен сайын айтып отырған дұрыс. Олардың қандай пайдасы бар дейсіздер ме? Мен сіздерге айтайын. Қазақ айтады, аруақ разы болмай тірі байымайды дейді. Үнемі бізге аруақтарын қолдау керек. Қолдауын жоғалтқан адам аруақтарын, ол ана тамыр шірген бәйтерек сияқты әлсіз болады. Мына адам бәйтерек болса, оның тамыры ата-бабалары, аруақтар. Оның бұтақтары балалары. Біз біріміз байланыстамыз тығыз. Егерде байланыс жоғалса аруақтармен, ол тамыры шірген бәйтерек сияқты. Оны жел де құлатады, боран да құлатады, құйын да құлатады, әлсіз ол. Тамыр шіріп кеткен. Дәл сол сияқты ата-бабалардың аруақтарын қолдау болмаса, адам да сондай тамыр шірген бәйтерек сияқты. Ал аруақтарға қандай пайдасы бар? Аруақтардан артынан біз ұрпақтары Құран оқысақ, Аллахым мына марқұмдардың күнәларын кешіре көр. Алғандар болса көмегіңді бере көр Аллахым, жәннатты қыла көр деп. Сонда Аллах тағала олардың дәрежесін көтереді. Сендер арттарыңа білімді ұрпақ қалдырыпсыңдар. Олар сендер үшін дұға оқып жатыр деп. Сол үшін олардың дәрежесін көтеріледі. Сол үшін аруақтар ана шөлдеген адам сияқты зарығып жатады. Дұғаны тосып, ұрпақтарым оқыс екен деп. Кімнің ұрпақтары оқымайды, сол аруақтар ана жақта сорлап күйге түседі. Сондықтан үнемі оқып жүруіміз керек. Ана кейбіреулері естерінен түсіреді ғой. Әке шешемді ойлап қоямын, анда-санда марқұм болған деп. Жай ойлағаннан оларға ешқандай пайда жоқ. Жай ойлағаннан не холоды, не жар кейім. Ойлағанда айту керек. Есіңе түсті ме әкең, шешең? Алла, марқұм әке-шешелерім жақсы адам еді. Бізді аман-есен өтке жеткізіп еді. Талай қиыншылық көріп еді. Аллахым олардың күнәлары, қателіктер болса кешіре көр. Жандарын жәннаттағылар. Тозақта болатын болса, тозақтан құтылып жәннатқа көтере көр. Жәннатта болса дәрежелерін көтере көр деп. Осылай дұға оқыса, сондай дұғаға олар риза болып жатады. Біз осыны ұмытпауымыз керек. Ал жай ғана еске сүргеннен оның түкте пайдасы жоқ. Алақандарыңызды аямаңыздар. Біз тығыз байланыстамыз. Сол байланысты жоғалтпау керек.